Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін өзіме сенім туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Көпшілік ортада өзіңізді жақсы сезіну үшін, достарыңыздың алдында жақсы болу үшін, жақсы көріну үшін ұялшақтық қасиеттерден арылу керек. Сырт көзге онша емес болып көрінгенімен, сіздің нағыз қасиетіңіз сол кезде білінеді. Ең бірінші, сіз алдыңызға мақсаттар қойыңыз. Өміріне көңілі толмай, жоламсырап, жаман энергия шығарып жүретін адамдардың көпшілігі қолынан келетін іс. Егер өміріңіз ойдағыдай болмай жатса, барлығына өзіңіз ғана айыптысыз. Ақылды адам өмірін жағымды жаңалықтармен толтыру үшін ең алдымен Маслоу пирамидасындағы тамақ, үй, қорғаныс, психологиялық жайлылық секілді қуанышты көңіл күйді қамтамасыз ететін дүниелерге қол жеткізеді. Бірінші кезекте өзге адамдар жайында жағымсыз пікірлер айту, өмірге ренішпен қарау секілді аулақ болғаныңыз жөн. Екіншіден, Абай атамыз айтқандай, адамдардың барлығын сүй бауырым деп сүюіңіз керек, қорықпаңыз. Екінші айтатын нәрсе, өзіңізден әлдеқайда мықты адамдармен дос болудан қорықпаңыз. Осы күнге дейін достықтың сапасы ұзақтығымен өлшенеді дейді, алайда оның санына да маңызды емес. Араласатын достарыңыз көп болған сайын жаңа дүниелерді танып білуге деген құмарлығыңыз арта түседі. Өзіңізге ұнамайтын адамдармен де дос болудың қажеті жоқ. Өзіңізді қоршаған достарыңыздың қылықтары жағымсыз болып көрінсе, оларды жаңа адамдармен алмастырудан қорықпаңыз. Және жай ғана жаныңыз ашығандықтан дос болудың қажеті жоқ. Кейбір адамдар ұсқынсыздардың жанында әдем болып көрінгенді ұнатады. Бастысы, мұндай қателіктерді сіз жасамаңыз. Өз қатарластарыңызбен дұрыс қарым-қатынаста болмасаңыз да әрдайым теңізбен жүзуге тырысыңыз. Қатарластарыңызға бірден ілесе алмасаңыз да уақытты текелі үйренесіз. Келесі ол, қажеті жоқ әңгімелерден уақытыңызды шығындамаңыз. Білімді адамдар қоршаған ортасындағыларға бос сөйлейтін болғандықтан араласуды жөн көрмейтіндігін айтады. Атақты Шерлок Холмс ақылды бола тұра, адамдардың барлығының тілін таба білгендігін есіңізге түсіріңізші. Адамдармен қарым-қатынасқа түсе білуді сүйікті спортпен айналысу деп біліңіз. Осы қасиеттің арқасында үлкен жетістікке жетуге болады. Арнайы жоғары оқу орнында алған білімі болмаса да, адамдармен жақсы жұмыстарға тұрып, көп мөлшерде жалақы алады. Бұл тек таныстың арқасында емес, жоғарыда қасиетінің мықты меңгергені болуы мүмкін. Келесі ол, адамдардың бойынан кемшіліктерді емес, артықшылықтарды байқап үйреніңіз. Бір актер ең жаман деген актердан көп нәрсені үйренуге болатындығын айтыпты. Сол секілді мінсіз деген адамдардың да мін табылып, кемшілігі жетіп артылады деген адамдардың бойынан да жақсы қасиеттер табуға болады. Айналаңыздағылардың кемшілікті іздегенше, оларды жақсы қасиеттерін таба білген жөн. Бұл барлығына бірдей жақсы қарап, жаманқылықтарға да таңғалу керек деген сөз емес. Бар болғаны алдыңыздағы адамның бойындағы ешкімге ұқсамайтын қасиетті анықтаңыз. Мысалы, сенімді жүрісі, ерекше әшекейлері, сөз сөйлеу манерасы, тағы басқа қасиеттері болуы мүмкін. Мұндай ерекшеліктерін қошемет көрсету барысында да пайдалануға болады. Бастысы, қошемет шындыққа жанасқан жағдайда шын жүректен айта біліңіз. Ақылсыз адамдармен сөз таластырмаңыз. Қарым-қатынас құрған кезде екінші жіберетін қателік ол ақымақтармен салғыласу. Бұл хоббиіңізге айналып бара жатқан байқасаңыз, оны тоқтатыңыз. Олармен сөз таластырып, ақырында өз ойыңызды жеткізе алмай уақытыңызды босқа құртқаннан сізге ешқандай пайда жоқ. Оның орнына сізді тыңдай білетін, өзін тыңдата алатын, ақпарат алмаса білетін жандармен араласыңыз. Келесі ол, адамдармен сізбен араласқысы келіп тұратындай киіну керек. Интеллектуалдар қарым-қатынаста сыр-келбеттің маңызы жоқ деп ойлайды. Егер сіз қыз баласы болсаңыз, бір апта бойы қара киім, екінші апта бойы күлгін түсті киім киіп көшеге қыдырыңыз. Сізге айналарын қаншақты көз салып, көше сұрап, ілтипат білгендерін санаңыз. Артынша таңғалып шешім қабылдайсыз. Алайда, күлгін немесе қара түсті киімдерді күнделікті тұрмыста көптеп киюдің қажеті жоқ. Атақты брендтердің киімі болмаса да, көркіңізді ашатындай киімдер болсын. Ер адамдар қыздарды толықтығы үшін айыптай қоймас. Табиғи сұлулығын айқындай алмайтын қыздарға көңілі толмайтындары рас. Адамдармен араласқанда орнымен сөйлеңіз. Көңіл күйіңіз болмағанда достарыңызға шағымданбағаныңыз жөн.
Жаңа ортаға келгенде адамдармен тіл табысып кетуіңіз қиын болса, олардың да мықтырақ болуға тырысыңыз. Киіміңізді қай жерден сатып алғаныңызды білгілері келетіндей киініңіз. Әлемде болмаса да еліңізде болып жатқан соңғы жаңалықтардан хабардар болыңыз. Сән әлеміне қатысы бар журналдар оқыңыз. Жалықтыратын жұмыстардан бас тартып, жаңа мүмкіндіктер ашатын жұмыстарға орналасыңыз. Қажет болса, Нобель сыйлығын алуға ұмтылыңыз. Әрдайым жүрген тобыңыздың алды болуға ұмтылыңыз. Сол кезде достарыңыз өздігінен тартылатын болады. Сізге осындай ақпараттар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз.